Сәлеметсіздер ме? Мен Қажылбай Ерасыл. Номер 223 орта мектептің 9-шы сынып оқушысымын. Менің бүгінгі тақырыбым біздің әулет және азаматтық авиация саласына қосқан үлесі. Қай кезеңде де ел дамуына үлес қосқан еңбек адамдарының орны ерекше. Әсіресе бір әулеттің бірнеше буыны белгілі бір салаға адал қызмет етіп, кәсіби дәстүр қалыптастырса, бұл ұрпақ сабақтастығының нақты көрінісі. Біздің әулет тарихында азаматтық авиация саласы ерекше орын алады. Сол жолдың негізін қалаған тұлғалардың бірі менің атам Қыдырбаев Жақсылық атам. Менің авиация саласын таңдауында кездейсоқ шешім емес. Бұл баба кезден сабама сіңген отбасылық тәрбиенің, ата жолына деген құрметтің және кәсіби дәстүрдің жалғасы. Атаның еңбекке деген адалдығы, жауапкершілігі, елге қызмет етуді бәрінен биік қоюы мені әрдайым қанаттандырып отырды. Бүгінде мен азаматтық авиация саласын таңдай отырып, тек өз болашағымның қамын емес, сонымен қатар ата жолын жалғастыруды мақсат етемін. Бұл бүгін мен өткелі жалғаған алтын көпір. Менің мақсатым біздің әулет өкілінің азаматтық авиация саласындағы еңбек жолын зерттеу арқылы осы мамандықтың қоғам мен ауылдың дамуына қосқан үлесін айқындау және отбасылық кәсіби дәстүрдің маңызын көрсету. Міндеттері: бірінші, авиация әлеміндегі абыройлы жолын зерделеу. Екінші, Жақсылық атаның ауыл өміріне қосқан үлесін талдау. Үшінші, ұрпақтар сабақтастығы және азаматтық авиация мамандығын насихаттау. Төртінші, ата аманаты авиация саласындағы болашақ мамандығында айқындау. Әңгімеден түйін, рухани жаңғыру және болашаққа бағдар. Өткенге қарап бой түзеу, болашаққа сеніммен қадам басудың алғышарты. Әулетіміздің авиация саласына қосқан үлесін паш ету арқылы біз жас ұрпаққа еңбек адамның қадірін, өз ісіне деген шексіз берілгендіктің үлгісін көрсетеміз. Бұл жоба отан алдындағы қасиетті борышты абыроймен атқарған тұлғаларға деген парызым және сол абыройлы жолда жалғастыруға деген нық қадам. Қыдырбаев Жақсылық ата 1925 жылы 16 мамырда Қазалы қаласының маңындағы Ленинский пункт ауылында дүниеге келіп, 2004 жылы 30 мамырда 79 жасында өмірден озды. Зайыбы Бейсенова Орынгүл осы мекемеде радиотехник мамандығымен қызмет атқарып, отбасында 7 қыз, 3 ұл тәрбиелеп өсірген алтын құрсақты батыр ана. 20 ғасырдың екінші жартысында адамзат өркениетінің ғылым мен технологиялардың қарқын ала бастаған сәттерінің бірі. Әсіресе авиация және ғарыш салалары бүкіл әлемдік геосаяси процестер мен технологиялық серпілістердің алдыңғы қатарында болды. Осындай ірі және ауқымды жобалардың бірі 1955 жылы іргетасы қаланған Байқоңыр ғарыш айлағы еді. Байқоңыр ғарыш айлағының ашылуына байланысты сол кездегі бүкіл одақтық әуе жолы басқармасының құрамындағы әуе навигациялық нысандар кеңейтіле бастады. Осыған сәйкес 1955 жылы Қазалы өңіріндегі Қарабұлай елді мекеніне авиациялық байланыс пен радионавигациялық қамтамасыз ететін арнайы әуе жолы нысаны ашылды. Бұл нысан тікелей Мәскеудің қарамағында болған. Осындай аталған нысанға Қыдырбаев Жақсылық ата радист маман ретінде қызмет атқарып, кейін басшы қызметіне ресми түрде тағайындалған. 1973 жылы әуе жолы объектісі Кәуке елді мекеніне көшіріліп, Қыдырбаев Жақсылық ата сол жерде халықпен және жұмысшылармен тығыз байланыста жұмыс істесті. Кейін уақыт өте келе 1993 жылы мекеменің атауы Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазаэронавигация болып өзгертілді. Ал 2000 жылы мекеме ITK бекетіне көшірілді. Авиация үздіксіз қырағылық пен үлкен жауапкершілікті қажет ететін сала. Қиындығы мен жауапкершілік қатар жүрген салада Қыдырбаев Жақсылық ата 3 кластық білімі мен Арал қаласындағы училищеде оқыған білімі, көреген көшбасшылық қабілетінің арқасында 30 жыл мекеме басқарып, жалпы 40 жылдай авиация саласында еңбек еткен. Мына жерде сіздерге айта кететін болсам, бұл жерден Кәуке ауылындағы авиациялық нысанның көне көрінісі. Кәуке бөлімшесінде авиациялық нысан орналасқан картаны құс жолы деп аталған. Ал мына жер менің атамның жұмыс істеген карта орнының әуеде түсірілген картасы. Ұрпақтар сабақтастығы және азаматтық авиация. 1986 жылы Қыдырбаев Жақсылық ата зейнеткерлікке шыққаннан кейін оның кәсіби жолын ұлы Қыдырбаев Алдаберген Жақсылықұлы жалғастырды. Ол сол жылы бүкіл одақтық әуе жолы мекемесінің басшысы қызметіне тағайындалды. Бұл отбасылық кәсіби дәстүрдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының нақты көрінісі. Қыдырбаев Алдаберген де өз кезегінде мекеменің даму графиктерін жалғастырып, заманауи талаптарға сай биліктей білді.
Оның екінші ұлы Қыдырбай Оралбай Жақсылықұлы әке жолын қуып, бүкіл одақ әуе жолы бастығы мекемесінде 20 жыл қызмет жасап, қазіргі таңда денсаулығына байланысты үйінде демалыста. Ата аманаты және авиация саласындағы болашағым. Мен авиация саласындағы сұранысқа ие мамандықтар. Бірінші, ұшқыш пилот, яғни әуе кемесін басқарушы. Екінші, әуе қозғалысын басқарушы диспетчер. Үшінші, авиациялық инженер. Төртінші, бортсерік. Бесінші, радиотехник және аэронавигация маманы. Алтыншы, әуе қауіпсіздік қызметкері. Болашақта қазіргі кезде жасанды интеллектті қарқын ала бастаған сәттердің бірі. Сол себепті болашақтағы жаңа мамандықтар. Бірінші, ұшқышсыз ұшу аппараттардың операторы. Екінші, авиациялық киберқауіпсіздік маманы. Үшінші, жасанды интеллект жүйелері инженері. Төртінші, экологиялық авиация маманы. Менің көзқарасым, мен болашақта осы саланың бір білікті маманы атанып, заманауи технологияларды меңгеріп, еліміздің авиация саласының дамуына өз үлесімді қосуды армандаймын. Аталған жалғастыра отырып, тек дәстүрді сақтап қана қоймай, жаңа технологиялармен ұштасқан заманауи маман болғым келеді. Мен болашақта математика және физика маман пәндерін таңдап, осы жерде көрсетілген жоғары оқу орындарының біріне оқуға түскім келеді. Бірінші, азаматтық авиация академиясы Алматы қаласында. Екінші, Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институты Ақтөбе қаласында. Үшінші, өзіміздің Қызылорда қаласындағы Қорқыт атындағы университет. Сөзімді қорытындылай келе айтарым. Зерттеу барысында мен отбасымның еңбек жолына жаңаша көзқараспен қарадым. Қыдырбай Жақсылықұлының радист маманынан мекеме басшысына дейінгі абыройлы қызметі әулетіміздің кәсіби бағытты айқындаған тағылымды тарих екеніне көз жеткіздім. Ата жолын танып, әулеттік дәстүрді бағалап, сол абыройлы жолды жалғастыруға деген ішкі сенімді нығайтқан маңызды қадам болды. Мен өзімді осы абыройлы жолдың жалғасы ретінде сезінемін. Бұл жұмыс мен үшін өз тамырымды тану, әулеттік дәстүрді бағалау және сол жолды жалғастыруға деген ішкі сенімді нығайту болды. Мен өзімді осы абыройлы жолдың жалғасы ретінде сезінемін. Осындай жұмыстар атқарылса, еңбек адамға деген құрмет артып, ұрпақтар сабақтастық жалғасын табады деп сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.